Саламатсыздар. Дауысым естіліп отыр ма? мына жерде Дауысым естіліп отыр ма? Отыра ал беріңіздер, қыздар. әкесі 36 жаста екен, баласы 7 жаста екен. Неше жылдан кейін әкесінің жасы баласынан 2 есе артық болады екен. Вариантсыз ба? Вариантсыз. Акей, 36 мен 7. оқушылардан екеу-ақ бар ма сонда? Қанша есе артық болады дейсіз? 2 өшір. Сыныпта кезекші бар ма екен? Өтілген тақырып, үйге берілген тапсырма. Мына жерде ол жазылып жатыр. Ал есептесеңдер сендер. Қазір 36, арнан 7. Сотканы жиыстырыңдар, сотканы. Акей, қазір 1 минут кезекшімен жұмыс жасап алайық. Өтілген тақырып, үйге берілген тапсырманы бір айта кетсе. Сендер неше рет тоссаңда бәрі болады. Оқушылар, сыныпта кезекші бар ма екен? Менің дауысым естіліп тұр ма сіздерге? 36-да 7-де. Неше есе 2 есе 2 есе артық болады. Неше жылдан кейін. 36. Туына қайтып шығарушы есіне шығып кетіп бір теңдеу қылып жүрді. Оқушылар, 1 минут. Варианттар болғанда вариантты шығара салады. 1 минут менің дауысым естілмей жатыр ма сіздерге? Біздің даусымыз естіліп тұр ма? Иә. Білмеймін ғой, кім? Прибавить громкость. 36. Мұхит, сөйлеп жатырсың ба? Дауысың естілмейді ғой тегі. Мен сөйлеп отырмын, Акей. Даусың шықпай жатыр ғой. Мен дауысым естілмей жатыр ма сіздерге? Мынау тақта қосылмай жатыр, осылай өте бересің ба? Жарайды. Интерактивті тақта қосылмай жатыр, неге екен? Қатып қалған ба бір? Қазір мен экранды үлкейтейін. Ал. Так, сендерге мынау бара ма бұл жоқ па? Бармайды. Бармай ма? Ал, міне оқушылар саған. Тақырып дискретті және интервалды вариациялық қатар. Үй тапсырмасы. Соның 21-де 2-сін ба, 21-де 3-ін шығарып, 21-де 2-сін шығарып келген. 21-де 3-ке өтеміз. Иә, өтеді. Ал? Келеді? Иә. Так. Мына есепті онда орындай кетейік. Үйге 21-де 2 тапсырма берілген. 21-де 3-тен бастай береміз ау? Жақсы. Мына есеп. Так, мына есепті шығарамыз, қыздар. Қазіргені. Варианттар қайтыңыз шығарайсыз. Варианттар, бері қара шығару жолы. Мен ақ түсіндіре салайыншы. Тақта бордың жерде жоқ па мен? Қазір. Бұлай істейміз. 36 қосу x неше жылдан кейін бізде не? X, е? 36 қосу x. Так, бөлінген 2 жақшаға ал бөлім 2 тең 7 қосу x. Тура сөз шығардым. Енді шығар осы сөз. 36 плюс x тең 14 x плюс 2x тең мен x-ті былай 36-дан 14 22 тең. 22 ма ағай? 22, иә. Дұрыс. Ой.
22 жыл. Айғаным, мынаның бәрі сізге жазылады, ол ажақтан көріледі. Сол үшін не істейміз? Есептерді шығарамыз. Так, ал кітаптарың бар ғой, менің кітабым бересіңдер ме? Сенің кітабың бар ма? Ой, болмағандікі. 21-де 3-ті шығарамыз. X максимум X. Аки екінші есеп. Иә, 21-де 2-ні шығарамыз да? Аха, 21-де 2-ні шығарар екенбіз. Аки екінші есеп бар. 21-де 2-нші есеп шығардар ал. Сен тақтаны сүртіп берейін сендерге. Ал дайындаңдар. Қалай шығаратын еді? Төртеуін. Осылар бізде үш рет айналып болды. Мен өзім өтіп жатсам ба? Жоқ, ана өтіп жатыр. Тақтан қосылмай жатыр. Сізге де сіз өтесіз. Енді математика Кесе көреміз. Жоқ, ол келіп тұрмын деді ғой. Ана бір ағашын емес па? Рахмет деген ағашын. Ағашына 9 шығарамыз. Аки бізде екінші есеп бар еді ғой. Так, қайсы есеп? 2 жыл бұрын ағасының жасы нешеде болса, 2 жыл бұрын ағасының жасы нешеде болса, қарындасының жасы сонша есе ағасынан кіші болды. Қарындасы нешеде? 2 жыл бұрын ағасының жасы нешеде болса, қарындасының жасы сонша есе ағасынан кіші болды. Ағасының жасы не деп аламыз? X. 2 жыл бұрын болса не істейсіңдер? Азайтамыз, X азайтып 2. Енді ары қарай. Қарындасының жасы ағасының жасынан сонша есе кіші болды. Сонша есе деген. X минус 2 көбейтеміз. Есе кіші. Есе кіші. Көбейтеміз. Так, қарындасының жасын ағасынан, так, қарындасының жасы сонша есе ағасынан кіші болды. Ал, қарындасының жасы Ағасының сонша есе кіші болды. Мысалы, 2 жыл бұрын ағасының жасы 10-да болса, қарындасы 0-де болмаса, онда сонша есе деген. Так, 2 жыл X минус 2 болса, қарындасының жасы сонша есе кіші, ағасынан кіші болды. Онда қарындасының жасын егер X деп алсақ, X деп алсақ, сонда жасы сонша есе ағасынан кіші болды. Тоқта, 2 жыл бұрын ағасының жасы нешеде болса, қарындасының жасы сонша есе ағасынан кіші болды. Так, ал шығарып көріңдерші. Логикаға салыңдар, құрастырыңдар. есеп теңде құрастыру. 7 азайту. 2 жыл бұрын ағасының жасы 2 жыл бұрын ағасының жасы нешеде болса, қарындасының жасы сонша есе ағасынан кіші болды. сонша есе деген. Сонша есе кіші болды. Қарындасының жасы ағасының жасынан сонша есе кіші болды. Вариант берсінші. Мұхит, вариант айтшы. Бұлар шығарамай жатыр. Вариантпен тексеру. Вариант дейсіз ба? Қазір мен мына сұрағымды аяқтай салайын. 1 минут.
Так. Так, мен мына есептің жауаптарын айта салайын. Аха. 500, 300, 600, 200. Так, варианттарға қараймыз. 5, 3, 6, 2. 6-2 болса, мысалы 2-ні алсақ, 2 жыл бұрын онан 2 есе кіші болады. Дұрыс қой? Қазір сонда қарындасым жасы 2-ден. Так. 2 жыл бұрын ағасының жасы нешеде болса, қарындасының жасы сонша есе ағасынан кіші болды. Так, қарындасы неше жаста? Екі жыл бұрын қарындасы 1-де болған. Қазір 3-те. Қазір 3-те, иә. Қазір Так, 3-те. келесі есеп. 1-де таксиге 3 профессор, 1 кішкентай бала мініпті. 3 профессор, 1 кішкентай бала. Аха, бірақ таксиге 3 профессор артына отырып, кішкентай баланы алдына отырғызды. Таксиден түсерде жүргізуші ана кісілерден сұрады: "Мына баланы неге алдына отырғыздыңдар?" Дегенде ол: "Біздің ініміз, бірақ біз оған аға емеспіз." Депті. Ол қалай? Енді танысты? Жоқ, үлкен болды ғой ана баладан. Бірақ біз оған аға емеспіз дейді. Ол біздің ініміз дейді, бірақ біз оған аға емеспіз. Ол қалай? Дұрыс қой? Типа не? Ол кісілер оның туған ағасы емес, ал бірақ ол бәрібір үлкен болған соң анау кіші болып тұрған. Жоқ, туған ағасы. Бала кім ба? Қалай сұрақ өзі? Қалай соңғы сұрақ? Не сұрақ тұр? Жоқ, туған дейді. Ол ініміз, бірақ біз оған аға емеспіз дейді. Қалай болады? Сұрақты оқушыларға бір оқып берсеңіз, әпке, қайтадан оқушылар түсінбей қалмайды. Қайтадан оқимын, қараңдар. 1-де таксиге 3 профессор, 1 бала отырыпты. Кішкентай бала, иә? Бірақ таксиге 3 профессор артына отырып, кішкентай баланы алдына отырғызыпты. Иә? Енді айтыпты, таксиден түсерде жүргізуші кісілерден сұрапты: "Мына баланы неге алдына отырғыздыңдар?" депті. Сонда айтыпты: "Ол біздің ініміз" депті, бірақ біз оған аға емеспіз депті. Ол қалай? Ол біздің ініміз, бірақ біз оған Аға емеспіз депті. А? Жасы үлкен емес, бірақ жасы үлкен, бірақ тәжірибесі кішкене. Жоқ, бірақ бала деп тұр ғой. Кішкентай баланы алдына отырғыз деп тұр. Таксиден түсетін кезде такси сұраған: "Бұл кішкентай баланы не үшін алдына отырғыздыңдар?" десе, айтыпты: "Ол біздің ініміз, бірақ біз оған аға емеспіз" деген. Жоқ, мен ойлап тұрмын просто. Иә, сыйластық. А? Не үшін? Төрт-бұрыш сұрақтар қосады. Қалай ол? Өзі ақша жағынан шығар. Ол біздің ініміз. Ана кейде бірақ жасы үлкен. Жоқ ғой, ақша жағынан дейсің. Ал? Ағай, айта салшы, миыма ауырып кетеді осындай сұрақтардан ше. Әпкеміз ана жақта көріп едім. Енді бір өздері ойлаңдаршы, сендер інлерің. Сен оған не боласың? Әпке болады. Сен аға болмайсың. Әпке болу. Әпке ғой осыны айтшы. Демек профессор неге? Әпкелер ма? Ал, кеттік. Сигарет апайсыз. Енді. Түсінікті болған шығар, иә? Аха.
Жақсы. Ал енді ары қарай. Олай болса есептен бастайық. Аха. Қайсынан бастайсыңдар? Бастаңдар. Ben көрсетейін. Ne kadar есептім бар. Кітаптан бастаймыз енді. Неге жетпейді, жетеді милан. 30 оқушыға 10-нан 20-ға дейін кез келген экономистің басында атау ұсынылды. Тәжірибеде келесі 21-де 3-ші есеп. 21-де 3-ші есеп дейді. 30 оқушыға 10-нан 20-ға дейінгі кез келген екі таңбалы санды атау ұсынылды дейді. Нәтижесінде келесі деректер алынды. 20-ші кесте тұр, иә? Ал, ары қарай. Бұл жерде біз қайтып шығарамыз. Бәрін қосып бана. Енді мына жағында сұрақ берілген ғой. Берілген өлшемдердің қайталану үлестірім кестесін құрастырыңдар. Және таңдама көлемі мен модасын табыңдар. Модасы оңай, иә? Қайсысы ең көбі модасы болады, иә? Қайсысы ең көбі? Кім ақсезім? 15 модасы. Жоқ, 13 десек көр. 13 сияқты. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Маша, 1, 2, 3, 5, 6. Алтау. Демек модасы не екен? 13 екен. Енді несін табамыз ары қарай? Аха. Ал табамыз. Бұл жерде не болу керек? Иә. Осымен интервалшының керіс болмау қоймау бұл емес. Минимал шама. Ой, баға. Шығарамыз. Сөйтіп қаншаға бөледі? Шығара саласыңдар ғой, қосып отырмайсыңдар ғой. Мәселен 13 күн кетіп 6 деп сөйтіп қосып есептеп шығарды. Давайте. Формаға салыңдар. Так, кесте түзу керек, кестені де түзіңдер. Кестені түземіз, иә? Тақтаға шыға аласыңдар, айына. 10, 17, 16, 15, 13, 19, 12, 16, 17, 16, Сөйтіп отырмау үшін кесте түзу керек еді, қыздар. Кесте түзу керек еді. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19. Қанша болды? 4 шыққа қалған қанша аларсың? Неше сан? 3-еу, мына жақта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-ға 3-ті көбейтсе 27. Қанша шықты? 16-да 5. 16-да 5. Так, Мұхет, 16-да 5 деді. Бұлар кесте түзбестен былайша есептей салды ау деймін. Аха. Ең соңғы. Так, қазір жауапмен салыстырайық. Енді есептеген жоғары, так, 21. 21-де 3. Так, 21-де 3. Мода 13, таңдама көлемі 30. Қате шығарыңдар. Кесте түсіңдер. Дәптерге кесте түсіңдер. 10-дан қанша аларсың? Қанша қалады? 10-дан қанша аларсың? Ondan birev ақ. 11'den birev, 2 ақ. 12'den 2
10 деген болды баяу. 9 есептегенде жаңа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Күте тұрыңыз орда. 10'da 3, 30. Плюс 13, Болды ғой, шықты ғой. Таңдалған нешеу деп сұрады ғой сендерде. Таңдалған 30 емес па? Иә. Болды ғой. Анасының аты болма. Бұны қосып сендерге тек таңдаманы сұрап жатыр ғой. Есіне түспеген ғой сендерге таңдаманы жаз деген. Дұрыс па? Таңдама көйлегін и модасын табыңдар деген. Ал кеттік. Болды ғой я? Мұхит? 30 болады таңдама көйлемі. 30 сенде біреу қате есептедің ау деймін. 5, 6, 10, 14, 20, 26, 29. Біреуін қате есептедің. 30. 14'тен біреу, қазір біреу. Аха, кесте түзгенде біреуін шатастың ау. Так, 21'де 4 көтеміз алдыңдар. Иә. Директегі орташа мәнін таңдар. Енді есептейсіңдер. 21'де 2 деген есептейсіңдер. 21'де 2. Аха. Бұны алдын кесте түсіп алыңдар. Кесте түзбей қойын кете берсек. Кесте түспесең жаңағында қиналасың ғой. 30 болды ма? Иә. 21'де 4 көтеміз ба? Иә, келесі есеп. Аха, келесі есеп көтейік. Орташа мәнін табыңдар дейді. Иә, орташа мәнін табамыз. Отызға. Галилео. Приколсыз var. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10'a 4, 40. 40 bölüngen. 4'te 4. Так, cevap salıştıramız. 21'de 4. Aynen. Так, 21'de 4 шығарды уже. 4'te 4 шықты. Seninki қанша шықты? Ай, сен мынаны істеп жатырсың ба? О жерде 21'де 2-ні таңдамасын тап деген ғой. 21'de 2 21'de var. 4'інші есеп. Tamam, neyse. Аха, 21'де 2-нің таңдамасын тап Мен деген. мына 21'de 5'e шығарып қойдық. Бұл жерде полный 4 ұстап алды, оны бөліп болсылар. Мен 14'те 86 14'те 9. Так, 21'де 5'те шықты ма? Бұл жерде 23'те 21'де 3'нің негізін. Аха, 21'де 5'те де шығардық кім? Уже. Aha. Kaç yaşında? Жауабымен дұрыс шықты. Келесі 21'де 6 өтеміз. 21'де 6 өтеміз. Директен полигонын салды. Ой, сабақ қойықшы. Полигон салынды ма? 21'де 7 өтейікші. Полигон салғанша есеп шығарайықшы. Так, не істейміз? 5 топқа бөлеміз. Любой ғылбай? Любой ғылып емес. Жастарын не қылып отырып 5 топқа бөлінген. Бұл жерде мәселен алайық 35-тен 40-қа шейін, 40-тан 45-ке шейін, 45-тен 50-ге шейін, 50-ден 55-ге шейін деп 5-ке бөліп алынды. Жарай ма? Аха, 35-тен 40-қа шейін, 40-тан 45-ке шейін, 45-тен 50-ге шейін, 50-ден 55-ге шейін. Бесеу болды ма? Төртеу ғана. Онда арасын төртеу болып алынды. Интервалы төртеу болып алынды. Мен бесеуден айттым ғой қазір. 55 55'ten 4, 45'ten 40'a Так. 35'ten 35'тен 40, 39'ға дейін, 40'тан Бәрі 40'ға дейін. Жоқ, бесеу қылу керек қой. Бесеу істеу керек қой. 40'tan 45'te 44'ге дейін, 44'тен 48'ге дейін.
48'e дейін болады да? 49'a дейін. Так, потом 50'ден 54'e дейін. Және не болып қалды? Төте болып қалды ма? Онда үшеуден істейін. Üçüncü stilinde 35, 38, aha, 39, 43, aha, 44, 48, hayır 47, 44, 47. Hayır, namam düştü. Namam dördüğüm gitti, 39 kalmış, 47 olur mu? 47, 43, 43, 46, 47, 50. Elimden 24 gideyim bulacak. Sonumuz. Otuz altıdan 2 болады. 36'dan 2. Al болды, бес бойда сөйтіп санап кесте түсіп ал бастаңдар. 7. Не? Бесеу болмай қалды ғой, сенде де төртеу болып қалды. Я менде де бөлуіміз төртеу керек. болып тұр. Біз үшеуден алдық интервал. 35, 38, 39, 42 солай алдық. Ал санап шығарамыз. Өздерің кеш қосылдыңдар ғой? Әлі 1 минут қалған жоқ, әлі 5 минут бар. 35 өткенде. Қырық екі. 44. 46. 48 var. 48'den keyin 50. 50. Sana просто. 52 var. 54. Қос. Жиырма шықты ма жоқ па? 10, 14, 17, 19 болып қалды. Соны 37. Так, сенде қалай шықты? 35, 38, 35, 38. 9. Так. 39 мен 5 болады, ана бізде 42. 42 мен Кім? 35, 38 бөлдік. 39, 42 бөлдік. дұрыс автомат. 39, 42. 39, 42. Так, 44 мен 43, 46. 43, 46 бөлдік. 48 емес па? 51, 54 бөлдік. 48 бар қап кейбізде. Жоқ. 48 бар. 43, 46 ғой. 48 дегенде жауап бар ғой бізде мына жерде. 43, 46, 47. Жоқ, ол бола береді ғой, біз арақашықтық интервал болу керек қой. Иә. 46, иә, 47, 50.
Потом 51, 54. 54. Al endi sana. Dұрыс шықты ма жоқ па? 5, 20 болды ма? Иә. Аха. Енді не табуымыз керек? Бойынша тең интервал арқылы 5 топқа бөліп, оқушылардың интервалды вариациялық бөлу қатарын салыңдар. Әр топ бойынша массалардың ортақ өлшемін табыңдар. Аталған. Ортақ өлшемін табыңдар. Бізде 21-ден еш бұл? 6 ма? 7 десей? 7. Так, бірінші интервал. Негізі түсіндің ба есепке? Әр интервалды мынаны әрқайсысы, мынау бесеу ма? Мынаның бәрін қосып алып тұрып, мынаның беске бөлесің. Мынаның бәрін қосып алып тұрып, 6-ға бөлесің. Мынаның әрқайсысын орындаймыз. 2 болды. Ал. 12 вариант. Енді мынаның әрқайсысын, әр вариациялық қатардың орташа мәнін табуымыз керек қой. Есептің шартында солай деп тұр ғой бізде. Аха. Ортақ өлшемін тап деп тұр. Direkt қатарын есептейік. 6 мен 7 тәне отыр. Бірінші қатар, біріншісін, екіншісін есептейік. Сотканы. Басқа көтеріп көрдім, де ма? Қой сотканы, арқаға қысқатар. Біріншіде мысалы 36 орташа несі болады. Қанша шықты? 36. 36, миллионмен салыстырайық. Жауабымен салыстырайық.